Қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің тақырыбымыз нәрестенің арқасында болатын тікенек. Жалпы дәрігерлердің айтуы бойынша бұл жағдай кез келген нәрестеде бола бермейді. Медицинада балалар ауру ретінде мойындалмаған дерттің бірі нәрестенің арқасында болатын тікенек. Жас аналардың көпшілігі, тіпті кейбір бірнеше баланы өмірге әкелген аналардың өздері де бұл ауру туралы білмеу мүмкін. Себебі ол барлық нәрестеде бола бермейді. Десе де ол апа-әжелерімізге таныс жағдай. Халықтық медицинада оны емдеу керектігі туралы айтылады. Әлбетте, балаға ыңғайсыздық тудырған жағдайдан дер кезінде арылту керек. Дегенмен де медицинада бұл туралы не делінген? Нәрестенің арқасында болатын тікені бар екені қалай білінеді? Оны қалай емдейді? Сәбидің мазасын алатын тікенек ол не? Тікенектің тағы бір атауы қылтан. Ол нәрестенің арқасындағы терісін жарып өтіп, шыға алмай жатқан түк. Тікенекті байқау қиын емес. Мұндай түктер сыртқа шыға алмаған соң тері астында өсе бастайды. Түк өскен сайын көсеудің пішініне айналады да ішінен қадалып сәбидің тәніне батады. Сондықтан да бұл дерт көсеу деп аталады. Медицинада бұған арнайы түсініктеме де берілген екен. Тікенек немесе көсеу деп аталған бұл жағдай сәбидің бір қалыпта ұзақ жатуы әсерінен ұйпаланып, түйіршіктеліп қалған түктер. Ол нәрестенің жақсылап шомылдырса кетеді деседі медицина қызметкерлері. Нәресте туылғанда оның терісі қызарып тұруы қалыпты жағдай. Терінің қызаруы кеткен соң, оның орнында эпителий қабаты мен түктер түзіледі. Дәл осы қабаттар әжелер тікенек немесе көсеу деп атайды. Дәрігерлердің айтуы бойынша бұл жағдай кез келген нәрестеде бола бермейді. Егер белгілері нәресте дүниеге келген алғашқы айда білінетін болса, қажетті шараны жасау керек. Егер алғашқы айында тікенек байқалмаса, одан кейін пайда болмайды деген түсінік бар. Нәрестеде тікенек бар екенін қалай анықтайды? Сәбиді жақсылап жуындырып, жылы ваннада булап алған соң, оны екпетімен жатқызады да арқасына арнайы маймен массаж жасап уқалайды. Уқалау балаға жағымсыздық тудырмауы тиіс. Нәрестенің терісі нәзік болатындықтан абайлап әрекет етуі керек. Егер 3 минуттық уқалаудан соң ештеңе шықпайтын болса, немесе түйіршіктелген түктер байқалмаса, тікенек жоқ деген сөз. Ал қолға түктер байқалса, демек алып тастауға тура келеді. Тікенегі бар баланың белгілері: жақсы ұйықтамау және түнде көп мазасыздануы, қыбырлап бір орында жатпай қимылдай беруі, арқасына немесе басқа да жерінен сипағанда қолға шаншылудың әсерін сезу, уақытынан ерте 2 апта бұрын өмірге келген нәресте, ваннаға булап шомылдырған соң массаж жасағанда ірі түктердің түйіртпектеленіп пайда болуы. Бұлардың кейбірі басқа да жағдайларын белгілі болуы да әбден мүмкін. Сондықтан да бірінші кезекте баланы дәрігерге мұқият тексерген дұрыс. Ескерту: нәрестенің денесін 3 минуттан артық уқалауға болмайды. Нәзік тері қабатына зақым келуі мүмкін. Енді халық медицинасына көз жүгіртейік. Халықтық тәсіл арқылы көбіне қаттылау иленген қамырды жылытып, баланы шомылдырған соң арқасына әрі-бері жүгіртеді. Қатты түктер қамырға жабысып, баланың денесіне зақым келтірмей алынады. Сол сияқты қамырға бал жағып жасайтын да түрі бар. Енді бір әжелер нәрестенің денесіне сұйық қамыр жағып, 15 минут өткен соң еппен алып тастайды. Сонда түктер қамырға жабысып алынады екен. Тек балдың өзімен алатын халықтық тәсілдер көп қолданылады. Мұндайда ана мен баланың жанында медицина маманында бірге болған абзал. Баланың денесіне халық емінде пайдаланылатын қандай да бір тәсілдің компоненттері жақпай, аллергия немесе басқалай да жайсыздықтар тудыруы мүмкін. Сонымен қатар қазіргі таңда баланың жүргегі арқылы, яғни памперстің шеткі жақтарымен балада болатын тікенекті алып тастауға да болады. Тікенек нәресте денесінің қай аумағында көбірек кездеседі? Жалпы айтылып кеткендей, сәби денесінде тікенектің қандай да бір белгілері білінетін болса, оның тек арқасында ғана емес, иығы, білектің жоғарғы қар аймақтарында, бөксе және санның сырт жақтарында болуы мүмкін. Сондықтан да нәрестенің тек арқасында ғана емес, шомылдырып алған соң, бүкіл денесіне еппен ғана массаж жасап байқап көрген дұрыс. Тікенегі алынған нәрестенің денесін тыныштандыратын балалар майын немесе арнайы кремді жағу керек. Бастысы нәрестенің терісі зақымданбауына мұқият болуды ұмытпаған дұрыс. Сіздермен бірге болған оңай медицина. Деніміз сау болсын.